Армысыздар қадірлі көрермен, құрметті газет оқырмандары. Қазақ баспасөзін дамыту сіздің қолыңызда. Сол себепті өзіңізге ұнайтын басылымдарға жазылып, оқып тұрыңыздар. Бұл кеңесті әрдайым айтамыз, айтудан әлбетте жалықпаймыз. Өйткені шынында да қазақ баспасөзі оқырманымен бай. Еліміздегі республикалық басылымдардың дені осы аптада президенттің Катарға жасаған мемлекеттік сапары туралы ақпарат таратты. Әрине, ақпараттың тақырыбын оқып, ары қарай өзге дүниелерге көз жүгірте беруге болады. Ал баспасөзге жарияланған мақаланы бастан аяқ шолып шықсаңыз, халықаралық сапардың салмағын саралайсыз. Осы жолы ана тілін оқыдық. Қасым-Жомарт Тоқаев Катарды жақын болашақта Қазақстандағы ең ірі инвестордың ондығына кіреді деп есептейтінін жеткізді. Президент Қазақстанның Катар нарығына жалпы құны $250 миллион болатын 60 шикізаттық емес тауар түрі бойынша экспортты ұлғайтуға дайын екенін де жеткізді. Сонымен қатар жақын арада тауар айналымын $500 миллион дейін арттыру туралы сөз болды. Келіссөз барысында ауыл шаруашылығы, көлік логистика, туризм мәселелері де талқыланды. Атап айтқанда мемлекет басшысы Катарды шығанақ пен орталық Азияны байланыстыратын интермодальды көлік желісін дамыту үшін күш-жігер біріктіруге шақырды. Бұл аймақтағы экономикалық белсенділікті ынталандыруға ықпал етпек. Осы сапардың маңыздылығы, нендей келіссөздерге қол қойылғанын білгіңіз келсе, ұлт газетін оқып шығыңыз. Сондай-ақ көрнекті ғалым Күнсұлу Закария әйел ғалымдардың әлемдік рейтингіне енді. Тарқатып айтсақ, International Women's Day жаһандық бастамасы вакцина жасайтын ғалым әйелдердің тізімін ұсынды. Олар вакцинациялауға айрықша күш жұмсаған 10 әйел ғалымның ғылым жолына, істеген жұмысына баға берген екен. Біз әр шығарылымымызда аймақтық газеттерге де назар аударып, олардың қысқаша тарихына да үңіліп отырмақпыз. Қостанай облысында мемлекеттік тілде ақпарат тарататын жалғыз әлеуметтік саяси басылым бар. Газеттің алғашқы саны 1922 жылы 25 маусымда ауыл деген атпен шықты. Басылымды ұйымдастырып, оның алғашқы нөмірінің жарық көруіне қазақтың тұңғыш кәсіби журналистерінің бірі Мұхамеджан Сералин мен қазақ әдебиетінің хас шебері Бейімбет Майлин ерекше үлес қосқан. Заманның ағымына қарай газет атауы да сан рет өзгерді. Ал 1991 жылдан бастап Қостанай таңы деген атпен жарық көріп келеді. Басылымда әр жылдары қазақ әдебиетінің көрнекті өкілдері Ақын Сырбай Мәуленов, Кеңшілік Мырзабеков, Қойшығара Салғарин да қызмет еткен. Газет өзінің 100 жылдан астам тарихында халқының мұңын мұңдады, жоғын жоқтады, туған жердің шежіресін жазды. Әлде әлеуметтік мәселелерді қаузап, жан-жақты тақырыптарды қозғап келеді. Мақала алғашқы сөйлемінен ақ баурап алды. Ұлылар шыққан мекенге ұсқынсыз вагондар қатынап жүр деп басталады. Партия өкілдері, жергілікті депутаттар, қоғамдық кеңес мүшелері арқалық Астана бағытындағы пойыз аралап шыққан. Вагондардың сапасы сын көтермейтін көздерімен көрген. Тіпті мақала авторы Мұрат Жүнісұлы жолаушылардың пікірін білген, мәселені жан-жақты талдаған. Ал журналист Әлібек Ыбырайдың жол сапасы айрықша назарда дейтін мақаласынан да керек-дерек табасыз. Аймақтағы экономикалық көрсеткіштер, атқарылып жатқан істерге кеңінен тоқталып, өңірдегі ағайын үшін құнды, яғни қажетті ақпаратты сараптап жазып шыққан. Демек, оқып шықсаңыз, өзіңізді қызықтырған керек-деректі аласыз. Ал жақында ғана 90 жылдығын атап өткен еліміздің әдеби шежіресі қазақ әдебиеті басылымын да парақтап шықсаңыз өкінбейсіз. Рухани қуат алып, көркем шығармаларға аңсарыңыз ауса, осы газетті міндетті түрде оқып жүріңіз. Бүгінгі санда қазақ әдебиеті Береке Жұмақаева есімді автордың Шолпанның сіңілілері деген әңгімесін оқырман назарына ұсынған екен. Сондай-ақ меңдеп алған сағыныш құстың көзін деген тақырыппен Қуаныш Ауғанбаевтың топтама өлеңдері жарияланды. Бойыңдағы тасаланбас ешмінің ұйқысыздық асырама кеш құнын, тал ұшында тұрған әлгі жапырақ жазға ғашық екендігін естідім деген жолдар бар. Жалғыз жапырақтың сырына қаныққысы келген ақынның өлеңдері көңіліңізге жылу сыйлайды. Жалпы қазақ әдебиеті қазақтың белгілі қаламгерлерінің ғана емес, жас жазармандардың да шығармаларын береді. Қазақ баспасөзі дәстүрлі ресми материалдардан бөлек қазіргі аудитория үшін қандай тақырыптарды көтеруі тиіс. Сіздердің де пікір маңызды. Сондықтан өз ойыңызды біздің парақшамызға жаза кетіңіз. Бүгінгі контент қандай? Бұл сұрақты біз белгілі журналист, қазақ газеттері бас директорының орынбасары, Алматы басылымдарының жетекшісі Думан Анаш мырзаға қойған едік. Құрметті Думан Нұрланұлы, қош келдіңіз студияға. Бүгінгі газетте жалпы қандай тақырыптар өтімді, оқырман талғамынан шығу үшін қазақ газеттері негізгі акцентті қайда қояды? Армысыздар, құрметті көрермен. Қазіргі уақытта қазақ газеттері жауапкершілігі шектеулі серіктестігі құрамында өздеріңіз білесіздер, 10-нан аса басылым бар. Соның басым бөлігі Алматы қаласында орналасқан редакциялары. Қазіргі уақытта енді біз Алматы қаласындағы басылымдар бойынша айтатын болсақ, ана тілі газеті енді оқырманның барлығы жақсы біледі. Еліміздің рухани бас газеті саналады. Қазіргі уақытта ана тілінде сол руханияттың, мәдениеттің төңірегіндегі үлкен-үлкен дүниелерді біз сараптап,
терең тұрғыда талдап беруге тырысып жатырмыз. Одан бөлек бізде Ұйғыр Авази диаспоралық газеті бар. Бұл газет Қазақстандағы Ұйғыр диаспорасының 10% жазған деуге болады. Өте оқырман аудиториясы үлкен. Ұйғыр Авази газетінде де біз қазіргі уақытта негізгі басымдықты мемлекеттілікке, патриоттықты, отаншылдықты дамытуға соған үлкен назар аударып отырмыз. Осы соңғы уақытта қазақ тілінде арнайы шаңырақ беті шыға бастады. Былтыр бір жыл бойы біз мемлекет тілді үйрету бойынша арнайы жобалар жасаған болатынбыз. Енді бұл диаспоралық газет болғаннан кейін оның ішінде барлық жанрлар қамтылады. Сондықтан жаңа қазақтың үлкен еліміздегі ірі тұлғаларды сөйлетіп беріп жатырмыз. Одан бөлек енді бізде ақиқат және мысық журналдар бар. Бұл журналдар енді көбінесе ғылыми сипатта қазір шығып жатыр. Әртүрлі ғалымдар жиі автор болады. Өте сирек кездесетін тақырыптарды біз беруге тырысамыз. Одан бөлек енді бізде Үркер журналы жастардың шығармашылығын қолдауға бағытталған сипатта шығады. Сондай-ақ бізде балаларға арналған басылымдар бар. 4 басылым бар. Атап айтқанда Ұлан газеті бар, Дружные ребята газеті бар. Одан бөлек бізде енді Ақжелкен журналы бар. Ай сайын шығатын Ақжелкен журналы жасөспірімдерге арналған. Жасөспірімдер енді өтпелі шақ дейді ғой, өтпелі кезең. Жаңағы сол уақыттағы бозбалалар мен бойжеткендерге енді ең үлкен оқырмандар олардың. Сосын жаңағы жасөспірімдер. Сол жасөспірімдерге арналғандықтан біз негізінен бұл журналда психологиялық кеңес беруді жүзеге асырамыз. Тіпті редакцияның өзінде де арнайы мамандар келіп, сол жастағы жаңағы оқырмандарын жинап алып, әртүрлі сабақтар өткізеді, психологиялық сабақтар. Сондай-ақ бізде Балдырған журналы бар. Енді Балдырған журналының былтыр біз 65 жылдық тарихын атап өттік. Республика көлемінде үлкен жоғары деңгейде өтті. Балдырған журналы енді кішкентай бөбектерге арналған, бастауыш сыныптағы балаларға арналған журнал болғандықтан, бұл баланы енді сол дамыту, кішкентай баланы кішкене кезінен бастап дамытуға арналған. Енді қазір біз бұл журналда негізінен комикстерге үлкен көңіл бөліп жатырмыз. Комикстер шығып жатыр бізде, басқа да көптеген жанрлар қамтылады. 70-тен астам жанр қамтылады бір ғана Балдырған журналының өзінде. Бұл жанрлардың барлығы балаларға қызықты, өте қызықты. Ертегілер шығады, оның ішінде әңгімелер шығады, тақпақтар шығады, жаңылтпаштар. Және біз оны әлеуметтік желідегі TikTok арнасына соның кішігірім мультфильм сипатындағы дүниелерінде қосып шығарып, сол QR код арқылы журналдан QR код арқылы жаңағы телефондағы бейне роликтер тамашалауға болатындай жасап жатырмыз. Жалпы жазылым мәселесін қалай шешіп отырсыздар? Қазір газет оқитын оқырман көп пе, азайып кетті ме әлде? Әрине, енді жазылым мәселесі қазіргі уақытта ең басты мәселенің бірі. Бірақ қазіргі уақытта біздің ана тіл газетінде оқитын ұлт деген айдар ашып жүргізіп жатырмыз. Оқитын ұлт деген сөз үлкен мағынасы бар сөз. Қазіргі уақытта оқырманды қайтадан осы газет журналға қайтару деген дүниені біз көп айтып жүрміз, көп көтеріп жүрміз, жүрген жерімізде насихаттап жүрміз. Жазылым мәселесінде де дәл осы мәселе. Біз мәселен біздің барлық редакцияның қызметкерлері көптеген байқаулар өткізеді, көптеген кездесулер өткізеді, мектептерде, балабақшаларда, университеттерде, кітапханаларда, барлық мәдени орындарда, рухани кештерде осы өзіміздің газет журналдарымызды насихаттайтын әртүрлі жобалар өткіземіз. Сондай-ақ біз қазір әлеуметтік желіде былтыр бірнеше бағытта әртүрлі пабликтер, жаңағы арналар, парақшалар ашқанбыз. Сол парақшаларымызға қазір салынып жатқан контенттердің алды 1 миллионнан астам қаралым жинап жатыр. Бұл енді біздің негізгі бағытымыз газет журнал шығару болғандықтан, бізге жаңағындай әлеуметтік желіде сондай деңгейге жетіп жұмыс істеу, жаңағы енді аз болса да оқырман жинау бізге өте үлкен нәтиже деп білеміз. Өйткені енді біздің бағытымыз негізінен баспа өнімдер ғой. Ауқымды жұмыстар атқарылып жатыр екен. Жалпы Алматыдан арнайы келіп бізге уақыт бөлгеніңізге көп рахмет. Ақыл айтудан аулақпын. Дегенмен қым-қуыт ақпарат ағынының заманында өзіңіздің көңіл қошыңыз қалайтын қазақ газеттерін оқып тұрсаңыз, миыңыз тынығып, санаңыз да серіп қалатыны анық. Баспасөздің жауынгерлері, яғни газет журналистері ол үшін барын салып ақ жүр.
қандай басылым, нендей тақырып оқыңыз келетін біздің арна парақшасына пікір ретінде қалдыра кетіңіз. Газет оқи жүрейік. Сау болыңыздар.